Қайырлы күн баршаңызға, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдан эклері, профитроли, тағы басқа десерттер дайындауға болатын ең сәтті және де ең дәмді болып шығатын рецептпен бөлісемін. Осы рецепті бұрыннан қолданамын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, сары май, ұн және шым-шым тұз, су, сода қажет болады. Алғашқы сары майымызбен суымызды қайнатып ерітіп аламыз. Сары майымыз толық еруі қажет. Сосын ұнымызды аз-аздан салып, тоқтамай араластырамыз. Шым-шым тұзды және содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды барлығын салып, тоқтамай жақсылап араластыру керек, өйткені жабысып қалуы мүмкін, түйір болып ұнымыз қатып қалуы мүмкін. Жақсылап тоқтамай араластырамыз. Енді қайнаған қамырымызды көріп тұрғандарыңыздай су қажет, толық мен басқа ыдысқа салып алдым. Қамырымыз толық суы қажет, жұмыртқа салуға болмайды, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін, сондықтан қамырымыздың толық суыған күтеміз. Міне менің қамырымыз суыды, видеода көріп тұрғандарыңызда. Енді бір-бірлеп жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Егер сіздің жұмыртқаңыз кішірек болатын болса, сіз 5-6 қоссаңыз болады. Негізі нақты ешкім айта алмайды қанша жұмыртқа қосу керек екенін, сіздің жұмыртқаңыздың көлеміне байланысты болады. Менің жұмыртқаларым үлкен-үлкендеу болды, сондықтан 4 жұмыртқа қостым. Егер де кішірек болса, 5-6 салуға болады. Егер миксеріңіз болмаса, қолмен араластыруға болады. Миксерлеу барысында үлкендеу ыдысқа араластырған дұрыс. Енді миксерлеп болғаннан соң жан-жағын жинап, осындай бізде қамыр шығады, қайнатпалы қамыр. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ ағып сырты жылтырап тұру қажет. Енді кондитерский қапшыққа салып, насадкасын өздеріңіз таңдасаңыз да болады. Выпивайға арналған насадка, болмаса гүл жасауға, жаңа кремға қолдануға арналған насадкалерді қолдансаңыз болады. Мен осындай насадканы қолдандым. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі форма жасауға болады. Енді формамызды жасап болғаннан соң саусағымызды суға батырып, екі жағын осылай басып шығамыз. Өйткені піскен кезде созылып ағып тұрмайды. Пешімізді 180 градуста қыздырып алып, осы ортада пешімізге саламыз. Алдын ала қыздырып қойыңыздар. Міне біздің қайнатпалы қамырдан жасаған эклеріміз пісті. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл әп-әдемі болып тұр. Пісер уақытына қайта-қайта қарап, әркімнің пеші әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан 10 минут, 15 минут, біреулерде 20 минут пісуі мүмкін. Сондықтан пешке қарап тұру қажет. Енді ішіне кремді өз қалауыңызша қайнатпалы крем жасасаңыз да болады. Сливкиден, яғни клейгейден жасасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызша. Мен клейгейден жасадым қаймақпен. Қазір осындай насадкамен арасына салып, осылай кремді құямын. Арнайы өзімнің парақшамда қалдырып кетемін қайнатпалы кремнің рецептін, сол арқылы жазсаңыз болады. Егер сізде насадка болмаса, ортасынан бөліп кремді жағып қойсаңыз да, үстіне қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз да өте дәмді болып шығады. Міне қараңыздар, біздің эклеріміз дайын болды. Осындай эклер сіздің де қолыңыздан келеді, сізде жасап көріңіз. Өте оңай жасалады, сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.